Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Жеңіс жолындағы әңгімелер подкастының жаңа шығарылымы, бүгінгі шығарылым ерекше болмақ. Абай атамыз дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деген. Бүгінгі қонақтарымыз мал емес, код қуып, темірден түйін түйген 7-ші сыныптың генийлері, нағыз темір тұлпарды тізгіндеген болашақтың инженерлері, Робототек Гранд Торнамент халықаралық чемпионатының жүлдегерлері мен оларды дайындаған бапкері бүгін бізде қонақта. Қаланы бағындырды, облысты шаң қақтырды, халықаралық додада күміспен күптелді. Қош келдіңіздер демекпін. Алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Қайырлы күн, менің есімім Нағымтұрар Ерікұлы. Мен Батыржан Шалғымбаев атындағы нөмірі 217 IT мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі және қаламыздағы робоорта робототехника үйірмесінің жетекшісімін. Және менің шәкірттерім осы мектебіміздің 7-ші сынып оқушылары. Менің атым Али Нұрхан және Серікбай Алихан. Өте қуаныштымын. Тұрар ағай, жалпы осы робототек Гранд Торнамент деген өзіне көп адам бұл жарысты біле бермеуі мүмкін. Осы туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Робототек Гранд Торнамент дегеніміз ол оқушылар арасындағы халықаралық робототехника чемпионаты. Ол жерде оқушылар робот құрастырады және программалайды, және түрлі санаттар бойынша бақ сынайды. Бұл жарысты көбісі біледі деп ойлаймын, себебі жарыс басталмас бұрын ең алдымен осы мектептің пошталарына, әлеуметтік желілерге және сайттарға жарыс туралы хабарламалар жарияланады. Бұл 5-6 ай бұрын жарияланады ақпарат, сол жерден қарап қатысса болады. Яғни ол қалалық, сосын облыстық кезеңнен өтіп барып халықаралық кезеңге жолдама алады. Ұйымдастырушылары? Ұйымдастырушылары Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы және Астана Дарыны және робототехника мектебі бірлесе отырып ұйымдастырып келеді. Ең алғашқы чемпионат 2022 жылы қалалық кезеңге өткізілді. Одан кейін 2023 жылы республикалық деңгейде өткізілді. Біз сол республикалық деңгейде бір санат бойынша қатысып және жүлделі 2-ші орынды иелендік. 2024 жылы біз уже 4 санат бойынша қатысып, 4-інен де жүлделі орын иелендік. Яғни 1 бірінші, 3 үшінші орынды иеленіп қайттық. 2025 жылы осы екі оқушым робототек санаты бойынша жүлделі 2-ші орынды иеленді. Және де көптеген мемлекеттер қатысты, оның ішінде ақш құрама штаттарынан, Молдова, Өзбекстан, Тәжікстан, тағы да басқа елдерден командалар болды. Тамаша. Білуімше осы Астанада Назарбаев университетінде өткізілді чемпионат. 17 өңірден іріктеу кезеңдерінде жеңімпаз болған оқушылар бас қосып, жарысқа 134 команда қатысты, 9 бен 17 жас аралығында. Жалпы 350-ден астам мектеп оқушысы қатысқан екен. Оның ішінде 40-қа жуық шетелдік қатысушы бар екен. Және өзіңіз айтып кеттіңіз, ол жарысқа алғаш рет ақштан да өкілдер келді, Болгария, Әзербайжан деп жатырсыз. Жалпы 270-ден астам робот 7 түрлі санат бойынша бақ сынапты. Сіздер сол робототек санаты бойынша жеңіске жеттіңіздер. Жеңіске қалай жеттіңіздер? Оқушыларға сұрақ қойыңызшы, осы жерде жеңіске қалай жеттіңіздер? Бұл бағытта, жаңағы робототек бағытында не істедіңіздер, не көрсеттіңіздер? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіздер. Біз робототек санатындағы жүйелі дайындықтың арқасында жетістікке жеттік. Және осы әрекеттермен бірлескен жұмыс біз жүлделі 2-ші орын алдық. Сонда жарысқа мынау робот алып бардыңыздар, Бұл роботтың мақсаты не болды ол жарыста? Бұл роботтың мақсаты А точкасынан Б точкасына дейін кубиктерді тасу. На кубиктерді ма? Жақсы. Келесі, робототек бағытындағы басты бәсекелестеріңіз кім болды? Робототек Гранд Торнамент жарысында халықаралық деңгейде Ақтау облысы бізде жеңіп шықты. Олардың роботтары бізден қарағанда сәл мықтырақ болып шықты. Және де басқа командаларында роботтары өте керемет және мықты болып шықты. Жалпы өзіңіз жаңа үйірме жетекшісімін дедіңіз, осы балаларды үйірмеге қатыстырып жүрсіз. Жалпы бұл 6-шы сынып, 7-ші сыныптың балаларына
робототехниканы түсіндіру қиын ба? Әлде бұл оқушылардың да сізге үйрететін кездері болады ма? Шынын айтсақ, екеуі де болады. Қазіргі жастардың негізі робототехника құлшынысы өте жоғары. Конструктор көрсе болды, ағай бұл қалай жұмыс жасайды деп, осыны шашып көрсек бола ма, қайтадан жинап көрсек бола ма деп өздері әлеуметтік желіден, ютубтан қарап құрастырып кетіп жатады. Және неге өздері үйретеді деп айтатын болсақ, кейде балдар ютубтан, тиктоктан болсын лайфхактарды үйреніп алып, яғни айтқанда мен білмейтін лайфхактарды маған үйретіп жатады. Тамаша, жақсы, рахмет. Енді халықаралық кезеңде екінші орын алған кезде қуандыңдар ма? Әлде әттеген ай, осы бірінші орын алғанда қалай болар еді деген өкініш болды ма? Халықаралық деңгейде екінші орын алған кезде біз қатты қуандық, себебі бұл біздің ең алғашқы медальдарымыз болды. Және де сәл өкіндік, себебі өзіміздің командалық арамыздағы қателігімізден бір екінші орын алып қалдық. Тамаша. Халықаралық кезеңде шетелдік құрдастарыңнан не байқадыңдар? Олардың роботтары немен ерекшеленеді екен? Біз шетелдік құрдастарынан мықты робот екенін байқадық. Біз шетелдік құрдастарымыздың роботтары мықты екен байқадық. Біз де осал болмадық. Олардың роботтары біздің роботтармен ерекшелігі жоқ. Айырмашылығы жоқ, Жақсы. Тұрар ағайларыңды егер бір роботқа теңейтін болсаңдар, ол қандай робот болар еді? Егер де мен Тұрар ағайды бір роботқа теңейтін болсам, ол өте ақылды, проблеманы шеше алатын және де жауапкершілікті роботқа теңейтін едім. Енді осы шәкірттеріңіз жарысқа кіретін алдында баптап, иығынан қағып, демеу бересіз ғой міндетті түрде. Сол кезде құлақтарына сыбырлайтын сиқырлы сөзіңіз бар ма? Немесе жеңіске жетелететін басты тактикаңыз қандай? Негізі құлақтарына сыбырлайтын сиқырлы сөзім жоқ. Бірақ иықтарынан қағып, оқушыларыма тек сәттілік тілеймін. Және де оқушыларыма айтарым, ол қателік, ол жоспардың бір бөлігі деп айтамын. Және айтқан кезде жарыс кезінде кейде оқушылар қателесіп жатады, болмаса робот қателесіп жатады. Сол кезде оқушылар эмоцияға берілмейді. Яғни айтқан кезде эмоцияға берілмей, сағы сынып қалмайды. Өздерін басты ұстай білу керек. Өздерін ұстай біледі. Жақсы, рахмет. Енді бірыңғай сұрақ қоя бермей, бір шағын ойын ойнасақ па деп отырмын. Яғни мен қазір Абайдың бір ойын айтамын. Сол Абайдың сөзін сіздер робот тілінде немесе қазіргі техника тілінде аударып көрсеңіздер. Келістік па? Бірінші, еріншек егін жайдың жауы. Батареясы отырған робот, команданың жауы. Тамаша. Екінші, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Код ойлайды, сенсор шектейді, мотор істейді. Тамаша. Енді бір сөз, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Әрбір роботтың өз жүйесінде модулі бар. Тамаша, яғни деталі бар, роботтың, оның орнын таба білу керек, дұрыс таба білу керек. Рахмет. Енді осы Абайдың өлеңдерін білетін шығарсыздар, қазақ әдебиетінде өткен боларсыздар. Сіздерден тағы бір тапсырма сұрағым келіп тұр. Сол Абайдың өздеріңіз білетін бір өлеңін роботтың даусымен келтіріп берсеңіздер. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге. Рахмет. Енді 10 жылдан кейінгі өздеріңе не айтар едіңдер? Мүмкін Марсқа робот ұшырарсыңдар. Қандай ойларың бар? Біз әлемді роботпен өзгерте аламыз және дамыта аламыз. Марсқа робот ұшырар едім. Сіздердің жеңістеріңіз, жетістіктеріңіз алдарыңызда тұрған тек медаль емес, диплом емес, ол басқа оқушыларға үлкен мотивация. Енді осы жарысқа қатысқысы келіп жүрген басқа да оқушылар бар. Соларға қандай кеңес берер едіңіздер?
менің жарысқа баратын балаларға беретін кеңесім батылдық пен табандылық. Яғни мен беретін кеңесім өзіңе сену, қателерден қорықпау және де мұғалім мен басқа адамдардың қолдауын бағалай білу. Бағалай білу, тамаша. Тұрар ағай, алда қандай жоспарларыңыз бар? Шәкірттеріңізге қандай тілек тілейсіз? Шәкірттеріме ең бастысы сәттілік және жеңіс тілеймін. Алдағы жоспарлармен бөлісетін болсам, биыл Рабатек гранд турнамент жарысы 2 лига бойынша жүргізіледі. Яғни Рабатек дарын лигасы ол мемлекеттік мектептер арасында болады, және Рабатек бірлік лигасы ол жеке мектептер мен робототехника үйірмелері арасында болады. Сол жарысқа біз мектептер арасында жарыстан қалалық облыстық кезеңнен жүлделі орын алып, халықаралық кезеңге жолдама алып қойдық. Және үйірмеміздің атымыздан 5 санат бойынша осы ақпан айының 28 мен наурыз айының 1 аралығында өтетін жарысқа жолдама алдық. Тамаша. Астана қаласында өтеді. Рахмет, сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Жеңіспен оралыңыздар демекпін, басқа балаларға мотивация бола біліңіздер. Жалпы бүгінгі әңгімеден түйгеніміз болашақ біз ойлағаннан да өте жақын. Алихан мен Нұрханның көзінде жалын, Тұрар ағайдың еңбегі бұл тек қана роботты құрастыру емес, бұл жаңа Қазақстанның іргетасын қалау. Осындай шәкірттеріміз, табандылықпен жұмыс жасайтын ұстаздарымыз көп болса, Қазақстан міндетті түрде алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі болады. Оқушыларымыз қалалық, облыстық кезеңдерде 1-ші орын алды, халықаралық деңгейде күміс жүлдесін алды. Енді бұл күміс алдағы биылғы жарыстың алтынға деген баспалдағы деп ойлаймын. Солай сәттілік тілеймін сіздерге. Біздің оқушыларымыз тек қана білімді емес, ғылымды да тізгіндегенін бүгін куә болдық. Әлемді бағындырыңыздар, өздеріңіз айтқандай Марсқа робот ұшырыңыздар. Дегенмен роботты адам жасайды, ал адамның жүрегінде арман мен мақсат болмаса, ол робот ешқандай жетістікке жетпейді. Сондықтан армандарыңыз көп болсын, мақсаттарыңыз айқын болсын демекпін. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Жеңіс жолындағы әңгімелер әлі де жалғасады. Қош сау болыңыздар.